Ассалаумағалейкум достар, евроремонт жасап айына қанша табыс табуға болады? Және де оның қыр-сырын бүгін білетін боласыздар. Кәсіпкер құпиясымен бүгін бөлісетін боламыз. Бір бригада, екі бригада жұмыс істейтін кездер болады. Ол кезде 800 мыңнан миллионға дейін табуға болады. Где-то бір 10 жылдан асты. Общий бітіріп беруі 1 600 000 болды. Ассалаумағалейкум, құрметті достар, құрметті көрермендер. Бүгін жалпы евроремонт саласын нақты кәсіпкер құпиясымен ашуға келген едік. Бүгін біздің кейіпкеріміз Нұрсұлтан мырза. Ассалаумағалейкум. Осы евроремонтпен айналысқаныңызға қанша уақыт, қанша жыл болды? Бастағанымызға где-то бір 10 жылдан асты. 11-12 жылдай болып қалды. Бұл не, стройкаға қалай келдіңіз жалпы? Стройкаға студент кезде жаңағы подработка дейді ғой, сонда қасында көмекші болып, бірінші жеңіл жұмыстарды қасында көмекші болып солай үйрендім. Кейін кішкене 1-2 жыл істегеннен кейін опыт жинап, өзім бөлек бригада команда құрдым. Сонымен ары қарай осылай жалғасып 10 жыл өтті. Клиенттер қаяқтан табасыз? Не арқылы табылады клиенттер? Клиенттер в основном менде бұрынғы сарафан радио дейді ғой, содан келіп жатыр. Бір клиентке айтады, жұмыстың ұнағанына сай жаңағыдай бір-біріне айту арқылы сарафан радио. Жақсы, жұмысыңызды жақсы бітірсеңіз, сол уже сізді мақтап, жаңағы уже предлагать етеді. Ал басқа жаңағы Инстаграм оған почти уақыт болмайды. Өйткені өзіміздің жұмыс жетеді. Жұмыс жетеді, өзіміздің клиенттеріміздің өзі уақытымызды жаңағыдай толықтай. Евроремонт стройка негізі бітетін сала ма вообще болды, тоқтайды, болмайды, сезон жоқ деген нәрсе бар ма? Жоқ, ол осы басталғалы бері бұл айтады ғой, мысалы сезонный жұмыс қыста, күзде деген сияқты. Ондай тоқтамайды. Ішкі жұмыс болғаннан кейін біздікі ішінде жылу болса болды, бәрі қысы жазы жүре береді. Қысы жазы жүре береді. Оның жаңағыдай, мысалы, біреулер бар, мысалы, біреулер жаңағыдай шетелден адамдарды жалдайды да. Болмаса жаңағыдай өзіміздің Қазақстанның местный ұсталар істейді. Енді шетелде адамдары арзандау істейді. Оның сапасы қалай негізі? Сапа жағын енді ол әртүрлі болады. Бізде де сапасыз істейтіндер бар. Ол жақтан да келіп, бірақ сапалы істейтіндер бар. Бірақ олардың жаңағы жатар орны, тамағы деген сияқты нәрселері кішкене жаңағы инструменті жоқ деген сияқты, ол жақтан инструмент көтеріп әкелмейді. Бізде жаңағыдай барлық инструментіміз толықтай болғаннан кейін біздікі бағасы үлкен болғанмен соған сай. Барлық евроремонт под ключ дейсіздер ғой, дұрыс па? Кафель. Под ключ черновой жұмыстан чистовой под ключ тапсырамыз үйлерді. Жалпы ішкі жұмыстарды. Клиентпен бірге, материал клиентпен бірге таңдайсыздар ма? Бір клиенттер дизайнер жалдап, сол дизайнер өзі таңдап береді, осы немен деп алдын ала таңдалып қояды. Кейбір клиенттер, мысалы, дизайнері жоқ болса, өзіміздің істеп жүрген дизайнмен сол үйге келтіріп, материалға бірге барып, сапасы жағынан таңдасамыз. Түрі түсі өзі таңдайды. Соған біз кішкене совет береміз, осындай ал деп. Солай материал ұнады. Мысалы, тағы да мынандай бар да, материал сіздерде мысалы таныс магазиндер бар ма? Егерде сіз жаңағыдай таныс магазинге барсаңыз, таныс магазинге өзіңіз клиентіңізді апарсаңыз, сізге бір процент береді ма? В основном бір мысалға барлық заттардан деп айтамайын, бірақ бір атаулы заттардан, мысалы обой сияқты, ламинат сияқты, кафель сияқты, есіктер, есік, сондай бір үлкен қаражат тұратын нәрселер, ода скидка бар. Ал майда шүйде жаңағы черновой жұмыстарында, мысалы гипсокартон, темір деген сияқты, оның бағасы күнде өзгеріп отырғаннан кейін оған бір определенный нәрсе жоқ. Бірақ жаңағы доставка тегін, сондай скидкалар бар. Және біз просто өзімізді баяғыда ремонт істеген кезде жалпы обой
үлкен магазин, мысалы Чимкентте үлкен атақты магазин бар, бізге жаңағыдай голд карта беретін еді да. Жана бізге айына осынша клиент әкелсең 3% общий суммадан объемнан 3% ақша бөлетін еді да. Нормально ақша где-то 1 миллион теңге зат алып қойсаң 30 мың теңге әшейін жаңағы хешбек болып түседі. Сондай нелер бар ма карталар қазір? Карта емес, былай аты жөніңді толық жазып алып, как сол магазиннің мастері ретінде, мысалы галереяда бар, қазір карта ретінде емес, қазір виртуальный соткада бар. Приложение арқылы, сол приложение арқылы өздерінің жаңағы алған суммаға, скидка болып жатқан затқа, немесе жаңағы трендтегі затқа деген сияқты сол өздерінің определенный бір проценттері бар, соған солай беріледі. Құрметті достар, егер де евроремонтпен жаңағыдай құрылыспен айналысатын болса, сіздер тек қана жаңағыдай евроремонт саласында жүріп не только содан ақша жасайсыздар. Және де тағы да сол құрылыс заттарды сату арқылы нормально жаңағыдай айына 150 мың 200 мың теңге жасауға болады. Плюс дополнительно как хешбек ретінде, бонус ретінде дұрыс па? Өзге командада жаңағы бір объектіде қанша бала жұмыс істейді? Бір бригадада 3 бала жұмыс істесе, толық бригада болады. Бірақ қосымша электриктің жұмысы бар. Оны өзіміздің таныс мысалға электриктер болады, соларды жалдап, ол бірінші электричество жұмысын бітіреді, монтажын. Одан кейін келіп, біз жұмыс бітіреміз, кейін установкаларын келіп, сол электрик қойып береді. Мысалы ретінде кафель, сіздер өздеріңіз мысалы кафельді, обойды, гипсокартонды, натяжной потолок болсын, бәрін өздеріңіз істейсіздер ма? Үйге қатысты жаңағы потолоктан бастап полға дейін өзіміз істейміз. Теплый пол, сантехника бәрі? Теплый пол, сантехника, установкалар, жаңағы сантехниканың установкалар болады, есік установка. Соның бәрін 3 адам істейді. Жаңағыдай біреуміз кафель істеп жатсақ, біреуміз пол саламыз, біреуміз гипсокартон жабыстырып жатсақ, біреуміз лифкаш жағамыз. Мысалы ретінде мен де стройкада істегенде, Нұреке, посредник ретінде қалай жұмыс жасауға болады? Тағы да өзіңіз құпиясымен бөлісіп кетсеңіз, да? Посредник ретінде, егер жұмысыңыз көбейіп жатса, енді көп жұмыс табуға болады негізі. Стройкада бізде қазір тем более миллионный город болып отыр, ол стройка тоқтайтын сала емес. Кез келген қалада негізі строительство жүріп жатыр ғой. Жүріп жатыр, иә. Бізде особенно көп та Шымкент қаласында. Сондықтан мысалға жұмыс іздеп жүргендер көп. Жұмыс іздеп, жаңағы бригада іздеп жүргендер, жұмыс іздеп жүрген бригадалар өте көп. Сондықтан сол бригадаларды жинап, оларға осылай условия қоюға болады. Жаңа квадратмен келісіп, делдалдық та енді. Бағасын клиентпен келісіп, сол бағадан сәл кемірек қылып, басқа бригадаға. Яғни, мысалы ретінде, егерде квадратный метр 20 мың теңгені алатын болсаңыз, 71 квартира, мысалы 2 комнаталы 75 квадрат болатын болса, 20 мың теңгені 1,5 миллион теңге болады. Соны мысалы 1 миллион 200 мыңға сатуға болады, дұрыс па? Келісіп. Бірақ сіз өзіңіз жауап бересіз. 20 мың теңгеге алатын болса, мысалы 18 мың теңге келтіруге болады. 2 мың теңге квадратын алған өзінен 150-200 мың теңге. Құрметті достар, мен сіздерге не үшін бұны айтып жатырмын? Жалпы, егерде евроремонт жаңағы строительство саласын жақсылап, анығын үйреніп алатын болсаңыз, жаңағыдай, қай жерде жаңағыдай косяк істеуге болады, қай жерде косяк істемеуге болады, клиентке қалай тапсыру керек екенін бәрін үйреніп алатын болсаңыз, сіз строительство істемейсіз. Просто жалпы клиент алып, оны бригадаларға сатуға болады. Но сіз өзіңіз оны как тапсырасыз да, дұрыс па? Мысалы, просто преимущество көп та, неге строительство ешқашан бітпейтін бизнес қой, өйткені адамның саны өте көп, жыл сайын бір үй салынады, жыл сайын ремонт болады, негізі трендтен вообще түспейтін ниша ғой. Ол жасалып қойған ремонттың өзі, сіз жасаймын дегеніңізше 5-6 жылда қайттан өзгереді, жаңа дизайндар өзгереді, олар үйлерін өзгерткісі келеді, мысалға. Сол кезде тоқтамайды жұмыс жалпы. Дизайнды сіз өзіңіз көбісінше, сіз өзіңіз предлагать етесіз бе клиенттерге, жоқ дизайнер жалдайды ма? Көбінесе, менің случайымда көбінесе өзім дизайн істеуге тырысам. Өзіңіз ұсынасыз? Иә, өзім ұсынам. Өйткені көп дизайнерлер қымбат материалға жүгінеді да, сондықтан мысалға арзан материалмен қымбат дүниені шығаруға болады да. Сол жағынан көмектесуге. Бізде бір көрермендер мысалы ретінде сізге звондап,
Нұреке, мен евроремонт строительство үйренсем екен, мені үйрете аласыз ба? Сізге келетін болса үйретесіз ба? Әрине, үйретуге болады. Өйткені бұл қазір күнде былай өзгеріп жатқан нәрсе. Бірақ общий несін біліп алатын болса, ол тез қабілетіне қарай тез алып кетеді. Мысалы, кафельщиктер тек қана кафельмен жүретін болса, мысалы кафельный квадрат қазір қанша болады? 3000 теңге ма? 3000 теңге болатын болса, бір күнде 10 квадрат қалайтын болса, уже 30 000 теңге бар. Есік қалайтын болса, мысалы, есік қоятын болса, қазір есік қанша? 10 000, 8 000 теңге, примерно. 8 000-нан басталады, ары 8 000 теңге. Бір күнде 4 есік, 6 есік жай қоюға болады, дұрыс па? Егер де 6 есік, 10 есік қоятын болсаңыз, жалпы енді сізде уже 50-60 000 теңге қалтаңызда бар деген сөз. Сіздерге тек қана жаңағыдай OLX-ке, болмаса Крыша KZ-ке реклама салып тұрсаңыз болғаны, дұрыс па? Соның бәрін несін үйретесіз ба? Иә, мысалға бір айда бір жаңа кафель болсын, обой болсын, бір саланы меңгеріп шығуға болады да. Бір айда үйретуге, толық үйретуге болады. Өзі бөлек шығып істеуге болады. Мысалы, обой жабыстыру қатты қиын дүние емес. Мысалы, кафельдің де қыр-сырын біліп алса, жаңа қателіктерін біліп алса, онда істеуге болады. Қаншаға үйретіп бересіз? Енді бір айлық курс болатын болса, қасымда жүреді, менің объектім болатын, қалай қай жерінде қателіктер, барлық плюс-минусын бәрін үйретесің боласыз, иә, үйретемін. Құны 200 000 теңге болады. 200 000 теңге. Құрметті достар, 200 000 теңге тұратын кәсіпті үйренетін боласыздар. Яғни бұл жерде өзіңіз таңдайсыз. Кафель үйренемін десеңіздер, болмаса жаңа гипсогордон, жаңағыда есік құру, перегородка, мысалы мына перегородка гипсогордондар, жалпы электрика үйретесіздер ма? Электрика сіз өздеріңізде бар ма? Электрика, обой жабыстыру, левкасы, шпаклевка жасау, тағы да. Жалпы тез үйренетін нәрселердің бәрі. Ақшасы бар нәрселер сода ғой. Бір айда үйренуге болады. Егер де қабілеті мықты болса, негізі 15-20 күнде де үйреніп кетуге болады, дұрыс па? Болады, иә. Егер де жаңағы қиыншылықтар болатын болса, осы кісіге звондап, сол арқылы жаңағыдай сұрақтарыңызды қойып біліп алсаңыз болады, жаңағы өздеріңіз түсінбей қалған жағдайлар болса. Нұреке, бұл біткен объектілердің бірі болсында, е? Иә, біткен объект. Ол кіріп көрейік қазір. Кілті осыңызда жүре көрі ма, Нұреке? Сен тапсырды клиент. Нұреке, бұл өзіңіздің жалпы бітірген, өзіңіздің қолыңыздан шыққан? Бәрі өзіміздің қолымыздан шыққан. Потолоктан бастап, пол, стена, туалетте кафельдер, установка, ванна, туалет. Бәрі өзіміздің қолымыздан. Электричество деген сияқты. Жалпы мынау керемет, мен өзім енді бұндай көріп, сіздің жұмысыңыз көріп қуанып отырмын ондай кәсібіңізге. Туалет ваннаны көріп жүрейік. Үлкен туалет ванна. Қазір бұл жерде адамдар тұрып жатыр. Бұл жерде сіздің жұмысыңыз жалпы қайсысы бұл? Бұл жерде бәрі почти менің жұмысым. Тек қана установка стекло бөлек. Өздері фирманың өзі қойып береді заказбен. Бұл жерде жаңа кафель төседік. Астында кафель. Бұл жерде электрический теплый пол бар. Мына жерде датчигімен қалған кезінде қосып өшіреді. Душевой установка, ванна установка, мебель жақтары да тоже біздікі. Мынау өзіңіз істеп шығарған заттар ғой? Өзіміздің балалардың істеп шығарған нәрсесі. Унитаз,
сушилка төбесі, Потолок. потолок бәрі. Мынау потолок гантельдер бұлар неден? Гантельдер полиуретаннан, потолок гипсокартон. Керемет. Мына екінші туалет. Мына кафельдер. Мына жерде полка кафельден жасап жіберді. Керемет. Яғни мынау бір кафель ма? Бұл не? Бұл керамогранит. Керамогранит болады. Керамогранит. Бұның квадрат метрі қаншадан? Істеуі 3,5-нан басталады. Бұл кішкене кафельден қымбат жүреді. Өйткені кесу аппараты бөлек болады. Үлкен аппараттармен кесіледі. Кәдімгі кафель резкімен кесілмейді. Үлкен өзінің аппараты болады. Сонымен кесіледі. Сосын мына бұрыштарда 45 градус кесіледі. 45 градус кесетін аппараттар болады өзі. Бәрі расчетпен бәрі не болған. Сосын мына жақта өзі кухняның несі. Мынау да біздің кеше жасап бітірді мынау. Қасымыздағы бала. Бұл жаңағыдай ыдыс аяқ қоятын не деген сияқты. Бұл жалпы осындай балкон. Лоджия ғой бұл енді. Мына жақта тоже кішігірім балконы бар, ол жерде кондиционердің несі тұрады. Дизайнын өзіңіз сызасыз ба? Дизайн өзім, бұл үйдікі өзім сыздым. Өйткені дизайнерді уақытысы жоқ болды да бұл жерде. Кейін арзан материалмен қымбат дүние шығару керек болды да. Супер, керемет. Дизайн ішінде мысалы мынау люстраларда полный бәрі соның ішінде көрем ба? Свет, ламинаттың светі, есіктің, ручканың, мынау латуньдардың қойғаны, барлық комнаталарда осындай латуньдар бар. Сол дизайн ішінде көрем. Иә, сол дизайн ішінде. Алдын ала сурет, яғни дизайнды көрсетесіз, сөйтіп барып келісесіздер, иә? Жақсы, керемет. Мысалға мынау полиуретанның өзі екі түрі болады, қымбаты, арзаны. Қымбат краскамен краскілеп істегеннен кейін бұл қымбат латунь сияқты болып тұрды. Сондай жақтары, моменттарын біз өзіміз дизайн қосып істеп жібереміз. Бұл полиуретан негізі зияны бар ма, несі? Зияны бар ма или пайдасы бар ма? Полиуретанның зияны жоқ. Гипстен бір плюсы, мысалға сынатын болса, бұл сынбайды да қатты, онша-мұнша ударларға. Зиян оны мен естігенім бойынша бұл зиянды нәрселер шығарады. Химия да? Ал гипсте ол табиғи да ше? Ол солай айтылады. Өйткені қазір мынаның жабыстыруы полиуретан емес нәрселерін жабыстырудың бәрі силиконовый. Оның бәрі химиялық несін бөледі негізі. Жалпы евроремонттың өзінде химиялық не бар да, табиғи нәрсе жоқ негізі. Просто енді сату үшін гипстің адамдары осылай деп айтады. Мынау адамдар жаңағы гипстің минустарын айтады. Енді өзінің нелер плюс-минустары бар ғой негізі. Жаңағыдай вариант. Светті мына жақтан қосамыз. Жатып қалған жағдай болса, мына жақтан өшіруге болады. Бұл жерде қатты негізі. Анау алдын ала өзі өлшеніп, сол жер стройный шкафқа арналған жер. Келіп, басында өлшеп кетеді мебельщиктер. Кейін жаңағы біткен кезде келіп орнатып береді өздері. Сондықтан қолмен залды жер үйдегілерде қазір осылай соғатын болған. Бірге студия деп аталады ғой, мына жерде тамақ ішеді, осы жерде телевизор көреді деген сияқты. Қонақтар келген кезде зал ретінде қолданады. Қазір жер үйлерінде өзін солай компактный қылып соғып жатыр да. Бұл қандай микрорайон бұл жер? Бұл Бәйдібек деп аталады. Мына жерде Наурыз алаңы тұр. Қарама-қарсы бұрын ипподром болған. Мына жерді түсіріп жүрсеңіз болады. Керемет көрініс жалпы. Бұл үйде жилой квадрат, 87 квадрат, балкондарды қоспағанда. 2 санузелі бар, 3 комнаталы болып есептеледі. Бұны мысалы алған клиенттеріңіз мысалы ремонтсыз сатып алған ғой, иә? Черновой вариант сатып алады. Черновой. Одан кейін уже дизайн сызылады. Бірінші жаңағыдай сантехника жұмыстары мен электричество жұмыстары жүргізіледі. Кондиционер қойылады алдын ала. Мынау люстраларға тоқ жүргізіледі. Включательдерге тоқ жүргізіледі. Алдын ала телевизордың орындарына тоқ жүргізіледі. Санузелдерге турбалар жүргізіледі, су кететіндей.
Жалпы 87 квадрат метрді сол ремонтсыз қанша теңгеге сатып алуға болады? Осындай. Ремонт Мысалы осындай жерден деген сияқты. Котлован кезінде мысалға мынау 87 квадрат үй 31 миллион 500-ге түсті. Сосын котлован кезінен көтерілді, тағы да баға қосылды. Сосын үй тұрғызылып сдачаға жақын қалған кезде, мысалға бір айдан кейін сдача болады деген кезде, ол кезде уже басқа цена болады, басқа ойнайды. Қазіргі бағасы мысалға 37-38 Черновойдың өзі. Мынау жалпы ремонт істеліп біткеннен кейін қанша теңгеге сатуға болады? Мысалы осындай 87 квадрат метрмен, осындай условиямен. Енді қазір объявленияларда тұр, 38-ден басталады бағалар, бірақ енді ремонтына қарай. Мысалы біреулер өзіміз тұрамыз деп сату керек болып қалады, біреулер просто өтірік ремонт жасап сатады деген сияқты, сол ремонтына байланысты. Өйткені ремонттың қазіргі материалдың бағасы қымбат болғандықтан ол қатты рөл ойнайды. Материалдың қымбаттылығына қарай. Жобасы 38-ден басталады, мысалға осы 87, кезінде 31 болған. Жалпы сіздер қазір оңтүстік облыстарға ремонт жасай бересіздер ме? Мысалы заказ клиенттер келетін болса. Біз енді басқа мысалы Алматы, Қазақстан ішінде деген дейді. Бұрындары біз Алматы, Астанаға жиі шығатын едік. Ол кезде енді круг неміз аздау етті, клиенттеріміз. Тек қана сол жақта заказбен барамыз, бір ай, 2 ай жұмыс істеп қайтамыз деген сияқты. Қазір осы районның өзінен шығуға қол тимей жатыр. Жалпы, мысалы, көрермендерге бәрімізге қызықты, осындай сіздің өзіңіз кәсібіңізді көріп, мен өзім қызығып отырмын сіздің жұмысыңызды. Жалпы айына қанша табасыз? Енді айына ең кемі жұмыс жоқ дегенде 300 мың табуға болады айына. Стабильный да ол 300 мыңды. Ал сезон кездері болады, мысалға бір бригада, 2 бригада жұмыс істейтін кездер болады, ол кезде 800 мыңнан миллионға дейін табуға болады. Жалпы қазір енді бастайын деп отқан кәсіпкерлерге неден бастауға болады? Нені білу керек бірінші? Біріншіден бұл жерде опыт деген нәрсе, ол уақыты келе істей беру керек қой. Көмекші болып бірінші бір заттан бастау керек та. Универсал болу маңызды емес, ол уақыты келе өзі универсал болады. Бір мамандықты біліп алса, мысалы кафельді мысалға біліп алса, немесе обойды біліп алса деген сияқты. Сонда уже тек қана обоймен. Енді уже по ходу мысалы обойдан қосылып, астына лифкас жағуға керек болады. Сол кезде лифкасты үйреніп кетеді. Сосын мысалға обойға қосылып кішігірім жаңа кафель шығып қалады, кафель үйренеді. Солай. Бірінші бастапқысында бір саланы үйреніп алу керек та. Кафельщик па, кафельді үйреніп алу керек, обой ма, обойды үйреніп алу керек. Тағы анау қазір нелер шығып отыр ғой, мысалы оборудование, глад жағатын деген сияқты, шпатлёк жағатын сияқты. Ол жақтарынан хабарыңыз бар ма? Енді аппаратпен істеу ол объем істегенге жақсы да. Мысалға қолмен істеген нәрсе бәрібір енді аппарат жақсы істейді ғой, бірақ қол мысалға адам саны ол кезде мысалға бір бригада 3 адам болса, 3 адам бір айда бітіретін болса, тездету да ол аппарат алсаңыз тездету. А бізде бұл жерде бастап кету үшін бірінші қолмен бастаған дұрыс. А бізге мысалы аппарат алуға болады уже. Біз қыр-сырын білеміз, қай уақытта кебеді. Уже командаларыңыз бар. Жалпы мынау осы 87 квадрат метрдің Нұреке қанша теңгеге алдыңыздар бұны? Общий бітіріп берумен? Общий бітіріп беруі 1 600 000 болды. Бұны жалпы қанша күнде бітірдіңіздер? 20 күнде бітті жұмыс жалпы. 20 күнде. Оған қанша адам кірісті? Оған электрикті қосқанда 3 адам. Таза маржасы қанша теңге қалды өзіңізге? Жалпы таза. 800 қалды. 800 мың. Қалғаны расход. Жоқ, біз жерде расход жоқ қой. Бізде аппарат өзімізде бар. Жол күре демесеңіз былай. По мелочам кетеді, 20 күнде қатты расход жоқ. Таза сол почти сол ақша қалды ғой. 1 600 000 болса, 100 000 расход алып тастайтын болса, бұл жерде қызмет түрі болғаннан кейін жұмыс бұл жерде таза қалады да. Қаншаға келістіңіз, сол ақша сізде қалады. 20 күн ішінде 800 000 теңге таза пайда. Одан бөлек, одан бөлек сізде қанша бригада бар қазір? Енді бригадалар келіп кетіп істеп жатыр. Нақты сан жоқ. Мысалға
жұмыс алатын болсақ сол бригадаларға береміз, жаңағы үстін қосып. Шектеу жоқ қой, сезонға қарай көбейеді, қыста, жазда деген сияқты уақыттар бар. Таза айына мысалы максимально қаншаға көтердіңіз айлық табысыңызды? Енді айлықты есептеген жоқпын, бірақ кейде бір аптада 300, 400, 500 табылып қалатын кездер болады, мысалы, бір аптаның ішінде. 10 күнде болмаса, мысалы, 700 800 10 күнде солай түсіп қалатын кездер болады. Евро ремонт жасап, қандай жетістіктерге жеттіңіз? Енді біріншіден өзімнің студент кезінде бастадым, өзімнің оқуымды өзім төледім деген сияқты. Машина алдым, тағы бір қосымша бір кішігірім үйде бизнес аштым. Ол қандай бизнес? Монша соқтым, үйде монша жағамыз. Сол бизнесті аштым, үйдің ремонтын жасадым, демалысқа барып келдім Турцияға. Енді бұрынғы істеген жемістер енді қазір беріп жатыр. Тек қана унитаз бен қол жуғыш болса, бұл жақта унитаз, қол жуғыш, ванна. Енді бізге стиральный машина керек. Сонда мына жақта орын жоқ, қысылып қалмау үшін біз оны коридорға жібердік. Коридорға жіберген кезде біз оны шкафтың ішіне салып жібердік. Бұл бұлай көрінбейді. Жабық тұрған кезде жанына жаңағыдай керек заттарын қоя беруге болады. Нұрсұлтан, негізгі мамандығыңыз қандай өзіңіздің? Негізгі жоғарғы білім мамандығым бухгалтерия. Бірақ 4 жыл оқып, одан әскери билет алып, ол қазір сандықтың астында жатыр. Дипломымыз жаңағыдай. Бірақ мына жұмысты бір ай жаңағы студент кезде бір ай қосымша көмекші болып жүріп үйреніп, қазір енді өмірлік саламыз болып қалды. Кәсіп болып қалды. Құрметті достар, мен айтып кететінім, 4 жыл жоғары оқу бітірмей, яғни уақытыңызды бекер өткізбей, уақыт деген өте қадірлі, өте қымбат. Одан да 2 ай осында мына Нұрсұлтан мырза ретінде жаңағыдай қолында оқып, бар жоғы 200 000 теңге беріп, полный жаңағыдай плюс-минустерін үйрететін болады. Осындай дәрежеде евроремонт үйренетін боласыздар. Енді керемет, өте жақсы сапада шыққан. Осы төмен жақта номерімізді қалдырып кетеміз. Осы номерге хабарласыңыздар. Және де қандай ой пікірлеріңіз болса, қандай комментарийлеріңіз болса, қандай ұсыныстарыңыз болса, комментарийге жазып кетіңіздер міндетті түрде. Ол үшін не істеу керек? Лайк басу керек, пікір жазу керек, каналды қолдау керек. Бізге мотивация болу үшін, құрметті достар, лайк бассаңыздар, таратсаңыздар, кімге осы видео керек, кімге керек болса жіберсеңіздер, сол жеткілікті. Біз сіздерге тегін түсіріп жатырмыз. Бұл YouTube-тан каналдан біз бір тиын тауып атқан жоқпыз. Бізге мотивация ретінде тек қана лайк болса, комментарий жазсаңыздар, пікір қалдырып кетсеңіздер, рахмет айтсаңыздар, және ұсыныс берсеңіздер, бізге жеткілікті. Ар қазақ бай болу керек.